Сәлеметсіздер ме телекөрермендер, эфирде акцент арнасында күн тақырыбы бағдарламасы, студияда Жанар Тушаңғызы. Бүгінгі бағдарлама қонағы Лисаков қаласы Ивушка балабақшасының қазақ тілі мұғалімі, сонымен қатар тілдерді оқыту орталығының қазақ тілін оқытушысы Янчук Анна Владимировна. Студияға қош келіпсіз. Анна Владимировна, кезінде Қадыр Мырзалы атамыз айтып кетті ғой, бала тілі болмаса ана тілі болмайды ешқашан деп. Міне сондықтан да сіздер қазақ тілін кішкентай бала тілі шыққаннан бастап үйретіп жатсыздар. Қазіргі таңда осы балабақшада қазақ тіліне қанша сағат бөлінген, қалай үйреніп жатыр балалар, қанша бала бар сіздердің балабақшаларыңызда, осы туралы мәліметтер беріп кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме, шақыртуыңызға рахмет. Мен жалпы педагогикалық өтілім 20 жыл, ал мектепке дейінгі білім беруде саласында мен 15 жыл жұмысын атқарамын. Біздің Ивушка бөбекжай бақшасында мемлекеттік тіл, қазақ тілі ортаңғы топтардан бастап жүргіземіз. Бізде екі қазақ тілі мұғаліміміз, мен және Мұқашев Зәуре Шаманбаевна. Біз ортаңғы топтан бастап мектепке дейінгі топтарда аптасына 2 рет, ал ортаңғы және ересектер топтарында аптада 1 рет. Бірақ биыл жаңа үлгілік бағдарлама шықты жалпы Қазақстан бойынша. Осы бағдарламада мемлекеттік тілдің меңгеруге мақсатында мынандай жазылған: әр жұмысының режимдік сәттерінде тәрбиешілер, балабақша қызметкерлері қазақша пайдалану керек, қазақ тілін пайдалану керек. Мысалы, серуенге барып, шешеміз, бұл шалбар, мысалы, бұл көйлек, құлақшын, тағы басқалар балаларға айтып, серуенге шығамыз. Серуенде де біз ұлттық ойындарды өткіземіз, ойнаймыз. Мысалы, көксерек, ақсерек, тағы басқалар, сұқыртеке, тағы да айгөлек ойындарын ойнаймыз. Балалары өте жақсы асық ату ойыны ұнайды. Олармен ойнаймыз. Енді бұл жерде жаңа міндеттер бойынша қазақ тілін күнделікті қолдану керек, тек қана қазақ тілі сабақтарында емес, түсінігім бойынша. Оны күнделікті қолдану үшін тәрбиешілердің өздері қазақ тілін білу керек қой. Ал біздің Лисаков қаласында бірде-бір қазақ тіліндегі балабақша жоқ, бәрі орыс тілінде құрылған. Сіздердің де балабақшаларыңыз орыс тілінде тәлім-тәрбие береді. Енді тәрбиешілерге қиын болып жатқан жоқ па? Олар біле ма қазақ тілін? Әрине қиын, бірақ лексикалық минимумда, мысалы, мектепке дейінгі дошкола.kz сайты бар. Онда арнайы видео контенті дайындалып отыр. Сосын әр тәрбиеші осы мемлекеттік минимумды қарап, тыңдап, пайдаланады. Яғни қарапайым сөздерден, амандасудан баста күнделікті тәрбиешілер ғой, баланың жанында болатын. Ата-аналармен біз қазақша мысалы сәлемдесеміз. Ол кісілермен жұмыстар жүргізесіздер ғой, ата-аналармен қазақ тілін үйрету бойынша. Тәрбиешілермен және ата-аналармен. Ең алдымен меніңше қорықпау керек, қызығушылық керек, қажеттілік керек. Қажеттілік, қызығушылық болса, бәрін болады, бәрін таңдауға болады. Енді талаптар болып жатыр ғой, яғни тек қана қазақ тіл мұғалімдері, қазақ тіл сабақтарында ғана балаларға тілді үйрететін еді. Енді тәрбиешілерге сіздер біліңіздер, сіздер сөйлеңіз деп тұрғындар тырысып жатыр, тырысып жатырмын. Мысалы, бізде қазақ ұлты күтушілер бар, тәрбиешілер бар, оған үйретеді. Олар да мысалы өз тілін білмейді көбісі. Жоқ, білетіндер бар ма? Білетіндер бар, білетіндер білмегендерге түсіндіреді, үйретеді ғой, үйретеді, біз бірімізбен жақсы байланыстасыздар. Тырысамыз. Оның сыртта ол кісілерге сабақтар жүре ме арнайы? Мысалы, қазақ тілін үйрету бойынша тәрбиешілерге. Тәрбиешілерге біздің балабақшамыздың тәрбиешілері тілдер оқыту орталығында курстар өтті, сертификаттар бар.
Оқып жатыр яғни, иә? Оқып жатыр, иә. Оны өзіңіз оқытатын? А1 деңгейі, Б1, Б2 деңгейі, базалық деңгейде барлық тәрбие білімдерін алды, иә? Міндеттеледі, яғни олар қазақ тілін үйрену? Міндетті түрде, міндетті түрде оқу керек, меніңше. Заман талабына сай. Дұрыс айтасыз. Мемлекеттік тілі мәселесін өзекті. Енді өзіңіз 20 жылдан бері осы білім саласында жұмыс істеп келатсыз, соның 15 жылын осы балабақшада қазақ тілі мұғалімі ретінде жұмыс істеп жүріп келатсыз. Енді сағат санына өзгеріс бар ма? Бір жылда осы балалардың қазақ тілін үйренуіне сағаттар көбейіп жатыр ма, әлде басқа керісінше кетіп бара жатыр ма? Жоқ. Өткен жылда мысалы 3 рет, аптасына 3 рет болды. Ал биыл мысалы 2 рет. Мектепке дейінгі топ балаларына. Азайды, иә, сағат? Азайды, иә, сағат азайды. Бірақ күнделікті? Да, күнделікті режим. Мысалы, мүсіндеу, математика пәндерінде, не, мысалы, мүсіндеу сабақтарында тәрбиеші бұл ермексас, не сурет салу мысалы сабақтарында бұл қылқалам, не парақ, там сурет саламыз. Сонымен, получается, күнделік балалар күні бойы ол қазақша сөйлеу керек. Тырысады ғой? Тырысады. Ал өзіңіздің сабағыңыз, қазақ тіл сабақтары қалай жүргізеді? Қандай әдіс тәсілдерді пайдаланасыз? Бізде арнайы ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді пайдаланамыз. Мысалы, әртүрлі білім китс, білім лент, қызықты портал, сайттар бар ғой? Сайттар бар. Тәтті алма, тағы да сілтемелер ата-аналарына үшін. Мен қазір айтамын, көру керек, айту керек. Балаларға өте ұнайды. Бірнеше, мысалы, күшіктер санамағы, не маймылдар санамаға санайды, тура кері санайды өлеңдермен қызықты формада, қызықты түрінде балалар сандар жаттайды. Не апта күндерін жаттайды. Мысалы, дүйсенбі, не қаңтар балалар қайталады, жаттап алады. Жеңілірек. Оны тек қана бір сөйлемді айтып, сөйлем бойынша жаттамай шығар, ол бала түсіну үшін, арғыда меңгеріп алып кету үшін, қызығушылығын ояту үшін сіздер түрлі көрнек құралдарын пайдаланатын шығарсыздар, өзіңіз айтып отқан түрлі сайттардан видеоларды аласыздар, сабақтарды аласып көрсетесіздер, иә? Әрине. Бізде қуыршықтар, мысалы, біздің балабақшамызда арнайы ойын технологиясы жасыл өлке. Оның жасыл өлкенің кейіпкерлері, мысалы, Баян сұлу, Ертөстік, Сандық, Жалмауыз кемпір сабаққа келіп, әртүрлі біз тақырыптық сабақтар өткіземіз. Мысалы, ойбай-ай, Айдахар күнді жоғалып кетті. Күнді қайда? Сандықтарды ашып, оны қайтарып аламыз. Мысалы, сандықтарда әртүрлі тапсырмалар бар. Мысалы, санаймыз, не апта күндерін айтамыз, не жемістер, көкөністер қайталамыз, тақырыбы жыл мезгілдеріне байланысты тақырыбы. Ойын түрінде өтеді екен ғой? Ойын түрінде. Арнайы мектепке дейінгі балалық шақ, ол тек қана менше ойын түрінде өткіземіз. Бұл жерде грамматика жоқ, бізде грамматика жоқ, олар оқи алмайды. Тек қана біз қызығушылығын оятамыз, тағы да психоэмоциялық міндеттерін, қабілеттерін дамытамыз. Жаңа ортан топтан бастап үйретеді дедіңіз, иә? Балабақшаға негізінен 1 жастан бастап қабылдайсыздар ма балаларды? Иә, балаларды 1 жастан. Енді олардың әлі тіл шықпаған ғой, енді шықпай жатқаннан соң ол сәлемдеседі. Қазақша, иә, олар сәлемдеседі. Біз сәлеметсіз бе, олар жауап береді. Сөйлейтін балалары, ол қазақша сәлем айтады, иә, біледі. Мысалы, наурыз мерекесіне мен мынандай сурет көрдім. Біздің 1 жастағы, 2 жастағы балалары ұлттық киімдерде, ата-аналар дайындап киіндіріп жіберген ғой, кішкентай балаларды. Біздің бала өте ұнайды, әдемі, қызық. Ал ортаңғы топ дейді, ортаңғы топ олар неше жастан сонда бастап олар қазақ тілін үйреніп жатыр? Ортаңғы топқа неше жастағылар кіреді?
3 жастағы балалар. Иә, 3 3-тен 6 жасқа дейін ғой, сонда үйретілетіні. 5, ну 5-6, иә, 6 сосын олар мектепке барғанша, сол мектепке барғанша. Жақсы. Иә, дұрыс. Сабақ барысында сіз орысша да түсіндіресіз бе, әлде бәрі тек қана қазақ тілінде ғана өте ма сабақ? Жоқ, орысша аударамыз. Орысша аударамыз, иә. Бірақ ана түсіну үшін балалар, иә? Иә. Мысалы, тақтаға шық, отыр, тұр. Иә, біз қазақша айтамыз, мысалы. Қарапайым сөздері. Қарапайым сөздері, иә, біз қазақша айтамыз. Ал егер түсінбей барса, орысша қосасыздар ғой, иә? Иә. Сосын сіз бір сөздеріңізді айтып қалып едіңіз, мимикамен сабақты өткіземіз. Ол қандай түсіндіріп өтсеңіз? Мысалы, мен балаларды топтан аламын, иә, сабаққа. Мысалы, есікті жап, балаларға айтамын. Түсінбейді ме? Есікті жап, мен көрсетемін. Иә, көрсетемін. Есікті жап. 2-3 рет қайталам есікті, а уже 4-ші бір-біріне айтады. Дверь закрой, аударады. Солай үйренеді ғой бала, есіне сақтап қалады ғой. Есікті жап дегенде. Да, есікті жап. Түсінбедім, мысалы. Бұлар солай енді үйреніп кетеді дейсіз ғой, әдіс тәсілі жақсы. Енді сіз енді бірнеше жылдан кейін өзіңіздің тәжірибеңізбен қандай әдістер пайдалы екен, қалай тез үйреніп кетеді екен қазақ тілін деп, енді сол өздеріңізді әдіс тәсілдеріңізді қарап, саралап, жыл басында жоспарлар жасырсыздар. Енді бұл республикадан, облыстан келе ма, білім бөлімдерінен, әлде жаңа білім басқармасынан, әлде сіздер өздеріңіз құрасыздар ма методикасын? Біз мысалы сәуір айында біз әдіскермен байланыстық. Бір-бірімізбен қазақ тілі мұғалімі Мұқашев Зәуршынбаевна мен біз оқу әдістемелік құралымен жұмысын жүргізіп жатырмыз. Мысалы, қазақ тілі жаңаша. Осы жаңа жоспарлау, тағы да ата-аналарына арнайы ақпарат, кеңестер дайындап жатырмыз. Мысалы, киіз үй, не үшбей, не қорықтар туралы, оның қалай танымдық көкжиегін кеңейту, ата-аналарымыздың. Ал мысалы педагогтарына біз лексикалық минимум байланысты суреттер дайындап. Суреттер. Соңын жеткізесіздер. Ал балаларына біз интерактивтік ойындар. Мысалы, не жоқ, не қалай дыбыстайды, қызықты математика, авторлық ойындары. Өздеріңіздің авторлық жұмыстарыңыз бар ма? Иә. Қолданылып жатқан? Қазір біз сәуір айында қалалық лицензияға жібереміз осы жұмыс. Өздеріңіздің жеке әдістемелеріңізді жібересіздер ғой, иә? Оның ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Ерекшелігі қазақ тілі мемлекеттік тіліміз ойын түрінде суреттер, көрнекіліктер пайдаланып меңгерту, мәртебесін көтеру, қазақ тілінің мемлекеттік тіліміз. Сосын сіздің TikTok жүргізеді деп естіп қалып, не көрсетесіз ол жерде? Оқырмандарыңыз көп па? Мен айттым, соңғы жылдарда әртүрлі сілтемелер, мультимедиялық контенті бар. Өте меніңше білгір мұғалімдер, басқа өкілдері, сол мысалы Қостанайдағы жігіт Дмитрий Ромащенко бар, ол украин, бірақ ол Қостанайдағы гимназияның қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Сосын Алматы орыс неміс қызы бар. Мен де қаңтар айынан бастап TikTok бірнеше видео түсіре бастадыңыз, түсірдім. Мысалы, воробей попугай, называй его торғай. Қызықты кішкентай өлеңдермен ұқсастырып, қазақша орысшасын айтып, түсіндіруге тырысасыз ғой. Көрермендер жазады маған, кері байланысы бар. Өте ұнайды. Мысалы, бір әйелі жазған көлікте видеоны беріңізші. Түсірдіңіз бе? Түсірдім, көлікте, таксиде, мысалы, кезекті. Кезекті?
сол бойынша ол сіздердің жаңағы оқырмандар сұрайды, сол сұраныс бойынша сіздер сұрыңыз видео бойынша, түсіресіз, сұрыңыз бойынша тақырыптар. Мысалы, мен Қазақстан туралы, не әліпбиден бастап. Әліпбиден бастап үйретесіз бе? Иә, үйретемін. Әрине, менің үлкен тапсырысым бар, бірақ уақытым аз. Уақыт аз, бірақ уақыт бөлуге тырысасыз ғой, TikTok-қа. Өйткені TikTok-ты көрушілер оған сұраныс көп қой. Сұраныс, иә. Сұраныс көп, ол жазылады, сұрайды, қызықтырады. Көбінесе қай жастағы топтар отырады сіздің TikTok-ыңызда? Білмеймін, зейнеткер, ересектер отырады. Меніңше, қазіргі, мысалы, оқытушылар қазақ тілінде алу мүмкіндіктер көп, мектепте. Мысалы, мектепке бірнеше рет, 3 рет, 4 рет, ал 40 жастағы, 50 жастағы ересектер ол қазақ тілі білмейді. Оларға сонда осылай TikTok арқылы, TikTok арқылы сілтемелер, YouTube, Instagram, әртүрлі мұғалімдер, әртүрлі әдіс тәсілдер бар, меніңше өте қызықты, пайдалы. Яғни қазақ тілін үйренем деушілерге мүмкіндіктер жасалып тұр, иә? Мүмкіндіктер көп, меніңше. Тек оны пайдалана білу керек дейсіз ғой? Пайдалану, қызығушылық керек, қалау керек. Мысалы, мынандай ұсынысым бар. Бір күнде 5 сөз алу. Мысалы, мен бүгін отбасы тақырыбынан 5 сөзін аламын. Ана, әке, ертең мен мысалы жиі күнделікті қолданылатын сөздерді аламын. Сосын тағы лексикалық сөздік қорларын молайтып, грамматикаға түсінім, мысалы, көшу. Грамматика, мысалы, шақтар, сан есім, сын есім. Яғни адам өзі егер тілді үйренем деп алдына мақсат қойса, күнделікті мысалы осы 3-4 сөзді, 4-5 сөзді мен үйренуім керек деп сондай алдына міндет қою керек қоя, соны жаттап үйрен, күнделікті сөйте берсе, оның тілдік байлық көбейіп, және қазақ тілін үйреніп алып кетеді ғой, сіздің ойыңызша. Меніңше қазіргі кезде өлең арқылы қазақ тілін үйренеді, мысалы. Қызығушылықтар көп, солай өлең арқылы бір-біріне ұқсас мақал-мәтел сияқты сіз сияқты құрастырып жібергендерге қызығушылықтар көп қой. Қызық қой, яғни. Мысалы, фильм қазіргі кезде тоже, мысалы, қазақша, субтитр орысша. Құлаққа есту арқылы көзімен көріп тұрады, ол сөйтіп бірте-бірте тоже сіңіріп болады, қазақ тілінің бойына. Ең алдымен қызығушылық және де қажеттілік. Қажеттілік болады. Бірақ қажеттілікті әлде де талаптар қою керек сияқты. Талап болмаған жерде немқұрайлық көбінесе басып кетеді адамды. Сіз енді тілдерді оқыту орталығы арқылы ересек адамдарға да қазақ тілін үйретіп жатырсыз. Енді қайсысы жеңіл, ересектерге үйреткен жеңіл ме, әлде енді сөйлеп жатқан балаларға қазақ тілін үйреткен жеңіл ме? Меніңше балаларға жеңіл үйреткен. Не себепті ойлайсыз, олар тез қағып ала ма, әлде? Мысалы, бізге бір бала бар, ол Байқоңырдан келіп, ол тек қана қазақша сөйлейтін бала. Ол өте қуанады қазақ тілі сабақтарына. Қазақ тілі естиді. И ол қазақша балалармен кейде сөйлеп, меніңше орта қалыптастыра біледі. Қалыптастырып. Басқа екен өзі орыс тілін білмейді. Орысша садикте болып жүргеннен кейін балабақшада сол жерде енді қазақша сөйледі онда. Енді бірақ ойын балалар ол бір-бірін қалай деп түсінеді, олар қай тілде сөйлесе деп бір-бірін. Сөйтіп ол қазақша үйретіп жатыр. Басқа балалар оған орыс тілін үйретіп жатқан сияқты отыр ойын тілінде. Орта әрине үлкен әсер етеді. Бірақ менің ортам жоқ. Бірақ мектептен бастап мен қазақ халқы ән айтып, өлең айтып, сөйтіп өзіңізді қызығушылығын. Мысалы, асыл әжем, ғасыр әжем, мен аудармасын түсінбедім, бірақ есімде қалып, айтып жүрдім. Қазіргі кезде мен білемін, әже, бабушка, түсінемін. Мысалы, асыл, сан есім, сын есім, тағы басқа. Сіз өзіңіз осы
өзге ұлттың өкілісіз, иә? Қазақ тілі енді біздің қаламызда әлі толық дамып кетті деп айта алмаймыз. Біздің ортамыз орыс тілді әлі де. Бірақ сіздің қызығушылығыңыз қайдан оянып жүр осы қазақ тілін білуге, қазақ тілі маманы болуға? Білмеймін. Әлде қазаққа ауылда өстіңіз бе? Қазақ тілі өте бай, синонимдер көп. Мысалы, Абай, Ғалима Қатаев, тағы басқалар жазушылары өте қызықты, әдемі шығармашылығы бар, иә. Мен қазақ тілінде оны оқығаны, иә. Оқыған қызық болды ғой, қазақ тілінде оқыған. Яғни тілдің бай екенін көре бастадың, иә. Синонимдер өте көп. Сіз мектепте қай тілде оқыдыңыз? Мектеп мен орысша бітірдіңіз. Орысша бітірдім, иә. Денисов ауданы, мен солтүстік қызымын. Солтүстік қызсыз, бірақ қазақ тілмен ерекше бір махаббатыңыз болды. Иә, бірақ қазақ тілмен байланысты қыз. Байланыстым. Мектепті орысша бітірдіңіз, жоғарғы оқу орнында? Иә. Жоқ, мен Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы шет елдердің факультетіне түстім. Шет елде екі тілде болды. Үш тілде: орыс, француз және қазақ тілі. Қазақ тілі біз француз саны көп болды қазақ тілі. Диплом бойынша мен француз және қазақ тілі маман. Соны маман алып шықтыңыз, иә? Оқытушымын. Соған қарағанда сіз енді өзіңіздің ана тілі орыс тілін білгеннің сыртында қазақ тілін және француз тілін жақсы білесіз ғой, иә? Иә, білемін. Енді сіздерде енді өзіңіз біраз жұмыс істеген екенсіз, түрлі конкурстар, жаңағындай фестивальдер болады шығар, осы тілдерімізді дамыту, қазақ тілінің мәртебесін көтеруге байланысты жүріп жатады, қатысасыздар ма? 2020 мен республикалық сайысының жеңімпазы болдым. Республикалық, жаңашыл мұғалім 2020. Меніңше ол өте маңызды. Әрине, үлкен деңгейдегі байқау. Біздің 5 жеңімпазы, ол сайыстың 5 жеңімпазы болды. Қанша адам қатысты, көп адам қатысты? Иә, көп адам, 1000-нан астам. Республика бойынша 1000-нан адам астам қазақ тілі мұғалімдер қатысып отыр ғой? Жоқ, қазақ тілі емес, басқа пәндерінен. Басқа пәндерінен береді? Информациялық, коммуникациялық техниканы біз қалай пайдаланамыз? Мен сабақта мен білімленд білім беру порталының әндер алдым. Осы тәжірибем көрсеттім, видео сабақ қарастырдым. Қостанайдан 2 адам болған. Рудныйдан бір жігіт және мен. Үшеуіңізде сіз бірінші орында отырсыз ғой, иә? Иә, жеңімпаз. Қостанай облысы жалпы республика бойынша бірінші орында отырсыз. Ал одан кейін 2020 жыл, иә? Одан кейін бірнеше байқаулар балалардың арасында өткізіп тұра ма? Балалар арасына жыл сайын біз тілдер мерекесіне орай 3 тіл 3 тұғыр бізде қалалық фестивалі бар. Одан басқа әртүрлі челлендждер. Мысалы, биылғы аптасы, қазір аптасы Сұлтан Бейбарыстың түсіндіреміз балаларға, айтамыз, видео көрсетеміз. Сұлтан Бейбарыс деген кім, не істеген адам, қазақша түсіндіресіз, орысша түсіндіретін шығарсыз, иә? Өйткені қазақша біле алмай. Біз қазақша анимациялық танымдық фильмді көрсеттік. Ересектер балаларына арналған. Біз танымдық анимациялық фильм қазақша. Сол арқылы мәліметтер бересіздер ғой? Ахмет Байтұрсынов туралы, Ыбырай Алтынсарин туралы, басқа біздің мерейтойларға байланысты аласыздар ғой? Сол Наурыз мерекесіне бізге қандай күшті шаралар, көктем аруы өтті. Мектепке 6 қыз қатысты. Балабақшаның балалары қатысып отыр ма? Иә, балабақша. Олар қазақ би биледі. Сосын қазақ тілінде таныстыру болған. Киіз үйді әшекелеу
иә, өрнектермен. Қызықты өтті, балаларға ұнаса. Таза қазақ тілінде өтіп отыр ғой, Иә, қазақ тілінде. Яғни біздің қалалық деңгейде балабақшалардың арасында осы қазақ тілін дамыту бойынша байқаулар өткізіп тұрады. Жоқ, біз балабақшада. Өз балабақшаларыңызды ұйымдастырдыңыздар, иә? Өз Ал балабақша. қалалық деңгейде ше барлық балабақшалар қосқан бір шаралар бола ма? Болады. Инстаграм бойынша. Қазіргі кезде біз Онлайн болып кеткен. онлайн қатысасыздар. иә, онлайн қатысамыз. Балаларды үйретеді, ән айтып, мысалы Қазақша ән айтып, Қазақша тақпақтарын айтады Иә. шығар. Ал енді ата-аналармен қандай жұмыстар жүргізіле ме жалпы ата-аналармен Иә. қазақ тілін үйрету бойынша? Иә, ата-аналармен міндетті түрде біз бағытқа қарай жұмыс істейміз. Ата-аналарға біз ақпарат, қызықты ақпарат, кеңестер ұсынамыз. Орындай ма ол кісілердің түсініктері бар ма, енді қызығушылықтары бар ма мысалы? Иә, қызығушылық бар. Үйренейін деген. Мысалы, тілдер оқыту орталығынан мен кітапшалар, разговорник қазақша. Иә. Өте қуанады, сұрайды. Бересіздер, таратасыздар, иә? Иә. Үйретесіздер. Қызығушылық бар, түсінік бар. Біз қазақ жерінде тұрамыз. Міндетті түрде білу керек, тырысу керек, қорықпау керек. Мысалы, менің ұлымнан мынандай ұсынысы бар. Ересектер, жай адамдар дүкенге келіп, дәріханаға келіп, мысалы, азық-түлікті, дәрілерді қазақша сұрап, без жеңілдік пайызы керек. Өте жақсы ұсыныс, иә? Ұсыныс ба? Мысалы, қызмет көрсететін жерге барып қазақша сөйлесе, олар 5% сізге 5% жеңілдік жасасын дейді ғой. Сол кезде дамиды деп тұр ғой, иә? Иә, мысалы, уже азық-түлікті алады, тағы да дәрілерді алады. Өте әдемі ұсыныс. А отбасыңызда жалпы қанша адамсыздар? Отбасында қазақша сөйлейсіздер ме? Иә, тырысамыз. Мен балалармен қазақша бірнеше сұраймын, жауап береді. Менің ұлым 3-ші орын қалалық деңгейде алды. Полиглот. Ағылшын тілінде, қазақ тілінде, орыс тілінде байқауда қатысып, 3-ші орын алды. Яғни олардың да қызығушылығы бар, және осы қазақ тілін дамыту бойынша ойланып, өз ұсыныстарын айтып отыр, сөйтсе солай жақсы болатын еді деген сияқты. Ал қызым, мысалы, ол мен тикток тікелей эфирде болған, ол сөздікте аударып, маған қазақша жауап жазған ба? Сіз сұлусыз. Өте жақсы. Қызықты болсын. Сізді көтеріп қояды, сізге демеушілік жасайды, демейді екен ғой балаларыңыз, сізге солай қуат беріп отырады екен ғой. Анна Владимировна, уақытымыз бітіп қалған екен, әп-сәтте сізбен әңгімелескенде. Уақыттың қалай өткенін білмей қалды, өте қызықты, жақсы жауап бердіңіз. Көп рахмет, осылай біздің қазақ тіліміз дами берсін, мәртебесі көтеріле берсін, осы жасап жатқан істеріңіз әрқашан нәтижесін бере берсін деп тілек айтамыз. Ең алдымен қызығушылықпен, қажеттілікпен, қалаумен тырысыңыз. Біздің тілдер орталығына келіңіз, тегін қазақ тілін алыңыз, қорықпаңыз. Бізде өте жақсы білімді мұғалімдер, күшті бастығымыз Жанур Амитқызы. Бізде қалалық сөйле тайм клубы бар, қызықты формаларында өтеді. Мысалы, ертең мен табиғат аясында тақырыбы бойынша жеңіс паркіне шығам. Сол жерде сабақ өтесіз? Иә, сабақты да өтемін. Яғни біздің қаламыздың кез келген тұрғыны қазақ тілін үйренгісі келсе, тегін тілдерді оқыту орталығында қазақ тілі үйретіледі. Тіпті сабаққа келе алмаймыз, сөйле тайм клубына қатысып, сол жерде ауызекі сөйлеумен меңгеріп алып кетуге болады, иә? Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Бүгінгі студия қонағы болған Лисаков қаласы Ивушка балабақшасының қазақ тілі мұғалімі, сонымен бірге қалалық тілдерді оқыту орталығының қазақ тілі оқытушысы Янчу Анна Владимировна болды. Назар қойғандарыңызға рахмет. Қазақ тілінде сөйлесейік. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.